Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай ірімшік қосылған таяқшаларын дайындалу жолымен бөлісемін. Олар өте оңай әрі тез дайын болады. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге алдымен ірімшік қажет. Өздеріңіз қалаған ірімшікті алсаңыздар болады. Оны осылай үккіштен өткізіп үгітіп аламыз. Бұндай тіске басарларды қонақтарыңыз келгенде тез дайындап жіберсеңіздер де болады. Дайын болған ірімшігіміздің үстіне 1 шай қасық орегано, 1 шай қасық паприканы қосамын. Өздеріңіз қалаған дәмдеушілерді салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырамын. Енді бізге қатпарлы қамыр керек. Бұл жерде менде ашытқысыз қатпарлы қамыр. Оны кішкене ұн сеуіп, теңде 2-ге бөлемін. Жұмсартып, жұқа қылып жаю керек. Осылай оқтаймен жайып шығамын. Дайын болған қамырымыздың үстіне өтілген ірімшігімізді теңдей етіп осылай салып шығамын. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстіне екінші бөлік қамырды алып келіп жауып, оның жан-жақтарын жабыстырып, үстін оқтаумен басып шығамыз. Бұл бізге ішіндегі ірімшіктің шашылып кетпеуі үшін керек. Дайын болған қамырымызды осындай ұзынша жолақтарға кесіп шығамыз. Енді осының ішіне 1 жұмыртқаны шайқап, түгелімен жағып шығу керек. Бұл жұмыртқаны жаққан себебіміз біздің таяқшаларымыз өте жақсы оралады. Сондықтан да түгелімен жағып шығамыз. Енді осылай жолақшаларды таяқша ретінде ораймын. Міне, бізде осындай әдемі таяқшалар шығады. Дайын болған таяқшаларды ыдысымызға салып, оның үстіне 1 келке етіп күнжутты сеуіп шығасыздар. Дайын болған қамырымызды 200 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, біздің қатпарлы таяқшаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.